Бүкіл дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының ұйымдастыруымен Нидерландыда қазақ күресінен Еуразия Кубогі сарапқа салынды. Біріккен күрес әлемінің жарыстар өткізу күнтізбесіндегі бәсекеде кәрі құрлықтың үздік 4 құрамасы Грузия, Нидерланды, Белоруссия және Германия командалары және Азияның мықты 4 құрамасы олар Қазақстан, Моңғолия және Қырғызстан мен Өзбек балуандары өзара топтық жүйе бойынша сынға түскен. Жерлестеріміз алдымен өз тобындағы шиеленісті белдесуде Өзбекстан құрамасын 3-2 нәтижесімен ұтты. Жерлестерімізден 70 және 90 келі салмақтағы балуандарымыз қарсыластарына есе жіберді. Ал артынша дәл осындай тартысты кездесуде 4-1 нәтижесімен Қырғызстан құрамасынан басым түскен. Ал шешушісін жолдамасын Моңғолия балуандарымен сарапқа салды. Алдымен 60 келіде Жақсылық Мұсырманов өз командасын жеңіске жетелеген. Артынша қарсыластар сапынан 70 келіде балуан өз басымдылығын байқатып тараз басын теңестірді. Одан кейін Қазақстан құрамасы сапынан 80 келіде Қуаныш Мұратов әріптестерін алға шығарғанымен, қалған 2 салмақтағы балуанымыз қарсыластарына жол беріп, 3-2 нәтижесімен Моңғолия құрамасы финалға шығып кетті. Ал жерлестеріміз қола жүлде үшін болған белдесуде Нидерланды құрамасын айқын басымдықпен ұтып 3-ші орын алды. Моңғолиямен күрестім. Сосын осы Нидерланд, сосын қырғыздар и өзбектер. Бәрі жақсы дайындықта кепті. Бәрі мықты. Ал бас жүлдені Грузия мен Моңғолия құрамалары сарапқа салды. Тбилисиден келген балуандардың сапында бүкіл дүниежүзілік қазақ күрес федерациясының өткізіп келе жатқан барлық жарыстарға қатысып, тәжірибе жинақтаған балуандар белдесті. Олардың қарсыластары да оңай шағылар жаңғақ емес еді. Бірақ грузиялықтар қазақ күресін жетік меңгергендерін байқатып, айқын басымдылыққа қол жеткізді. Еуразия жарысы мен өзім ойлаймын, өте үлкен бір дәрежеде өтті деп, өйткені берді Европа мен Азияның ең мықты деген командалар келіп, өз өнерлерін біз қазақ күресінен күресті. Енді мына келесі жылы мынау үлкен дүниежүзілік ойындары болайын деп отыр. Осы дүниежүзілік ойындарға бұл лицензия алып жатыр жігіттер. Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің барлығы арнайы кубокпен және қомақты ақшалай сыйлықпен марапатталды. Сонымен қатар Европада қазақ күресін дамытуға қосқан үлесі үшін Біріккен күрес әлемінің өкілі Эдмар Абдуллаев арнайы төсбелгімен марапатталды.